Екінші бөлім метеорн тапсырмасы. Қазақ хандығының құрылуы 15 ғасырдың ортасында басталды. Бұл процесс күрделі болды және сол шешімге келудің сол кездегі көптеген факторлары болды. Яғни 15 ғасырдың ортасында Әбілқайыр ханның Дешті Қыпшақ аймағында өзінің беделінің төмендеуі, өзінің беделінен айырылуы деп айтсақ болады. Және сол себепті халықтың наразылығы артуы Керей мен Жәнібек хандардың өзіне қараған тайпалармен бөлініп, Жетісу жаққа көшуіне себеп болды. Сол кезде Моғолстанның ханы Есенбұға оларды қабылдап, Қозбасыда оларға бір бөлік орын берді. Және сол кезден бастап 1465 жылы Қозбасыда қазақ хандығының құрылуы орын алды. Қазақ хандығының құрылуы жалпы қазақ халқы арасындағы этникалық және саяси бірліктің бастамасы болды деп айтсақ болады. Қазақ халқының өз мемлекеттің құрылуы арқасында, яғни сол кезде бөлек-бөлек жүрген тайпалардың құрылуы бізге өзіміздің жеке мемлекетімізді құруға мүмкіндік берді. Алдымен қазақ хандығының аумағы бұл Жетісудың батыс бөлігін қамтыды. Кейіннен хандықтың аумағы Дешті Қыпшақтың бір бөлігін қосып алды. Және де кейін тек арта берді. Және арта беруінің ең алғаш себебі бұл Қасым хан. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының территориясы барынша кеңейді. Және де жалпы хандардың қазақ хандығына әсер еткен оқиғалар туралы айтып кетсек, бұл Қасым ханның билігі кезінде, яғни көптеген оқиғалар болды. Соның ең бастысы бұл ханның беделінің артуы және қазақ хандығының бүкіл Орта Азия және сол жерге жақын елдердің құрметіне ие болуы. Кейін бұл Хақназар ханның тұсындағы қазақ хандығы, яғни Ноғай мен Сібір хандықтарының қақтығыстарына қатысқанда, тағы да айтып кетсек, бұл Тәуке ханның кезіндегі қазақ хандығының алтын ғасыры, Тәуке ханның жеті жарғысы сол кездегі халықтың моральдық принциптеріне әсер етті және де барлық кейінгі хандарға үлгі болды. Және де қазақ хандығына, қазіргі тілмен айтсақ, қазақ хандығының сол кездегі заңы, және яғни қалай өмір сүру керек, не істеу керек, не істеуге болмайды, және не үшін сен жазалана аласың деген сияқты. Жалпы қазақ хандығының құрылуы бұл қазақ ұлтының тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірі, және де қазіргі тәуелсіздік Қазақстанның ең алғаш бастамасы.